Бүгін біз дәруменді салат жасайтын боламыз. Біздің ағзамызға өте пайдалы, иммунитетті көтеретін салат. Бізге ол үшін қияр қажет болады. Дәл осылай ұзынынан майдалап турап шығамыз. Мінекей, қаншалықты жұқа болса, соншалықты әдемі көрінеді. Қызанақты да осылай турап шығамыз. Болгарский болатын болса, міндетті түрде қоссаңыздар болады. Өте пайдалы, және де өте дәмін өте жақсы келтіреді. Енді сәбізді осылай теркадан өткізіп алдық, және де цветная капустаны осылай майдалап тураймыз. Және де бұдан бөлек бізде 40 қабатты, мінекей, 40 қабатты салып, морская соль менде. Сіздер қалаған үйде қандай тұз бар, соны қоссаңыздар болады. Оливковое масломен заправлять етеміз. Міне салатымыз дайын, барлығын жақсылап араластырып, үстіне кунжут сепсеңіздер болады.